Пайғамбарымыздың мынандай бір күшті әдеті болған екен. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Егер біреу сыйлық әкеліп берсе, пайғамбарымыз мысалы ол нәрсе жейтін нәрсе болса, оны өзі жеп, дәмін немесе бір рахметін бір эмоциясымен білдіретін еді. Неткен күшті деген сияқты. Немесе бір киетін нәрселер алып келетін болса, пайғамбарымыз оны бірден сол жерде киетін және әкелген адамға рахметін бірден білдіретін болған. Пайғамбарымызға бір сахаба жүзім алып келіп береді. Жүзім әкеліп берген кезде пайғамбарымыз жүзімді жейді және қасындағы кісілерге бөліспейді сахабаларға. Өзі жейді, қасында сахабалар күтіп отырады, қашан бізге ұсынады деп. Себебі пайғамбарымыз всегда ол кісіге бір тамақ немесе нәрсе әкеліп берсе, қасындағы кісілермен үлесетін болған. Неткен күшті жүзім деп, жүзімді әкелген кісіге рахметін айтып, дұға жасап, ол кісіні шығарып салады. Ал жүзімді әкелген кісі де пайғамбарымыздың бір жеп жатқанын көріп, сүйсініп қарап отырып, сонымен кетіп қалған екен. Кейін сахабалар пайғамбарымыздан сұрайды: "Алланың елшісі, сізге бір тамақ алып келетін болса, бізге ұсынатын едіңіз. Бірақ бұл жолы сіз ұсынмадыңыз" дейді. Ол неге деп сұраған кезде, сонда пайғамбарымыз сахабаларға былай деп жауап берген екен: "Оның алып келген жүзімі кішкене бір ащырақ болған, яғни кішкене піспеген жүзім еді. Мен оны жедім, ол қуанды. Егер оны сендерге бергенімде, сендер кішкене түрлерің бұзарып қалуы мүмкін еді, немесе бір басқаша эмоция білдіргендеріңде, сыйлық алып келген адам ыңғайсыз жағдайға қалатын еді. Мен соны қаламадым" деп сахабаларға сөйтіп айтқан екен. Мен осы оқиғаны естіген кезде осыған